Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен KFC қанаттарын жасайтын боламыз. Рецептімен бөлісемін, видеоның соңына дейін қараңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сырты өте қытырлақ, іші толықтай піскен болады. Бізге ең бірінші 1 килограмм тауықтың қанаты қажет, және де салқын су. Одан кейін барып дәмдеуіштеріміз. Дәмдеуіште менде тұз, паприка және қара бұрыш қана, және де сұйық май. Ең алдымен тауық қанатын екіге бөлеміз буынынан. Одан кейін барып соңғы жағын алып тастаймыз. Бұл жерінде ет болмағандықтан алып тастаймыз. Осы екі шеті ғана керек бізге. Ал мынаны тастаймыз. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Енді бірденнен дәмдеуіштерін бетіне саламыз. Және де сұйық майды құйғаннан кейін барлығын біркелкі жағылғанша араластырамыз. Осы маринадқа салқын суды құямыз. Салқын суды құйғаннан кейін қанаттар міндетті түрде суға батып тұруы қажет. Осылай 2 сағатқа, кем дегенде 2 сағатқа бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Егер де уақыттарыңыз болса, 5-6 сағатқа да қоюға болады. Маринаты жақсы сіңеді, дәмі өте керемет болып тұрады. Негізі 2 сағаттың өзі жеткілікті. Менде 2 сағат өтті. 2 сағаттан кейін ұнға тұз және паприка және де қара бұрышты салып, осылай араластырып аламыз. Бұл сыртының қытырлығы үшін. Осы кезде майды құйып, табаға ысыта берсеңіздер болады. Енді тауық қанаттарын суын сорғытып, осылай ұнның бетіне саламыз. Ұн барлық шетіне тиюі тиіс қанаттардың. Жеткілікті мөлшерде салып, бәрін бірденен салмай қойыңыздар. Осылай тауықтарды ұннан бөліп алып, суға саламыз, салқын суға. Салқын суға барлық шеті тиюі қажет. Одан кейін қайтадан ұнға салып аунатамыз. Екінші рет ұнға аунатқаннан кейін осылай сілкіп алып, бірденнен қызып тұрған майға салып пісіре береміз. Майларыңыз өте қатты қызып тұрған болуы тиіс. Майды осылай 500-600 мл кішірек ыдысқа құйып, 5-6-таудан салып пісіріп алдым. Қызарғанша пісіресіздер. Әркімнің газының оты әртүрлі болғандықтан қызарғанына қарай жақсылап пісіріп аламыз. Және де тауықтардың барлық шеті майға батып тұратындай, майдың көлемі көп болуы қажет. Осылай қызарғаннан кейін бірденен сорғытып алып, қағаз полотенцаларға, яғни қағаз майлықтарға майын сорғытып қойып қоясыздар. Осы рецептпен үй жағдайында жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасағаннан кейін сырттан сатып алғыларыңыз келмей қалады, өте дәмді болады. Әлі де пайдалы, сіздер үшін көп рецепттер болады. Сол себепті де мені қолдай кетіңіздер, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің рецептімен жасауды ұмытпаңыздар, және жасағаннан кейін комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.